Абай Құнанбаев қай жылы дүниеге келді? 1845 жылы. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігін алғаш мойындаған мемлекет. ақш. Дұрыс, молодец. Бұрынғы Верный қазіргі қай қала? Алматы. Дұрыс. Ұлы Отан соғысы басталған кезде Алматы медицина институтында оқып жүрді. Өз еркімен Қызыл армия қатарына қосылып, Невель қаласы үшін болған шайқаста қаза тапқан кім? Асфендияров емес, иә? Жоқ. Білмеймін. Білмейсің ба? Білмеймін. Мәншүк Мәметова. Мәншүк Мәметова? 1223-1277 жылдары Мысырда билік құрған сұлтан. Сұлтан Бейбарыс. Дұрыс. 3 астанасы бар мемлекет. Турция емес, иә? Жоқ. Білмейсің ба? Оңтүстік Африка Республикасы. Кейптаун, Йоханнесбург, Претория деген астанасы бар ғой. Абай облысының әкімшілік орталығы. Семей қаласы. Дұрыс. Қазақстан батыстан шығысқа және солтүстіктен оңтүстікке қанша километрге созылып жатыр? Батыстан шығысқа 3000, солтүстіктен оңтүстікке 1000 километр. 1600-ге жақын. 1600. Ең кішкентай құс. Колибри. Дұрыс. Туристер ең көп баратын мемлекет. Франция. Испания, Италия, үшеуін біреу шығар. Дұрыс, Франция. 1879 жылы Орынборда басылып шыққан қазақ хрестоматиясының авторы кім? Абырай Алтынсарин. Дұрыс. Гректер азиялық скифтер деп кімдерді атаған? Сақтарды. 1952 жылы Альберт Эйнштейнге Давида Бен-Гурионнан қандай ұсыныс түсті? Израильдің президенті болу. Дұрыс, молодец. Қазақстан Олимпиада ойындарында қай спорт түрінен алтынды көп алды? Бокс. Дұрыс, бокс. Олимпиада ойындарында ең көп алтын алған спортшы? Ол да бокстан болу керек шығар. Жоқ, ойланып көрмейсің ба? Жоқ, білмедім. Майкл Фелпс деген жүзуші бар ғой, 23 алтыны бар екен. Мир Якуб кімнің лақабы аты? Міржақып Дулатұлы. Дұрыс. 18-19 жасында әкесі Түмәнді өлтіріп, таққа отырған Шанюй кім? Шанюй десе бұл ғұн болу керек. Да, Мөде. Дұрыс, Мөде, молодец. Бостандық мүсінін ақшқа сыйлаған қай мемлекет? Франция. Дұрыс, Франция. Чилидің ресми тілі? Испан. Дұрыс, Испан. Африканың ең биік нүктесі? Африкада Калиманджаро. Дұрыс, Килиманджаро жанартауы, да? Қай қан тобы барлығына келе береді? Я кеттім ғой, мамам врач болып істейді просто. Наверное, 2? Жоқ. Бір? Бір. Қысқа уақыттың ішінде Азияны көп бөлігін бағындырған, Үндістан мен Пәкістанға дейін барған, тарихта бірде-бір ұрыста жеңіліп көрмеген деген атпен қалған жаулап алушы қолбасшы кім? Шыңғыс хан? Жоқ. Александр Македонский. Дұрыс, Македонский. Тұманды Альбион қай мемлекет? Жапония? Жоқ. Англия? Дұрыс, Англия. Ұлыбританияның вообще. Ұлыбритания. Персия мемлекеті 1935 жылы атауын қалай өзгертті? Білсеңіз, мықты. Жоқ. Иран, Ирак? Дұрыс, Иран. 1223 жылы Берш руынан туған Мәмлүк мемлекетінің 4-ші сұлтаны. Оны точно білмеймін. Білесің оны. Бейбарыс сұлтан. Сұлтан Бейбарыс. Алматы облысының әкімшілік орталығы? Алматы? Жоқ. Не помню. Қонаев қой, Қапшағай. Ең биік шың? Тау Эверест. Шың? Эверест, Джомолунгма, дұрыс. Қай планета грек және Рим құдайларының атымен аталмаған? Жер. Дұрыс, жер. Канаданың ресми тілі? Ағылшын. Сосын тағы бір тіл бар. Французский? Дұрыс, ағылшын. Египет пирамидалары не мақсатқа салынған? Фараондарды жерлеу мақсатында. Перғауындардың денелерін сақтау үшін. Үшбұрыштың бұрыштарының ішкі бұрыштарының суммасы қанша? Үшеу ішкі бұрыштардың. Жоқ, градус қанша градус? Градус па 180. Дұрыс. Бұрынғы Перовск қазіргі қай қала? Білмеймін. Перовск. Қызылорда. Қызылорда ма? Тұманды Альбион қай мемлекет? Тұманды Альбион? Футбол қарамайсың, Футбол қарамайтын. Ұлыбритания. Ұлыбритания. Қысқа Олимпиада ойындары бойынша Қазақстанда қанша алтын бар? Өзім жаман сезімге Қазақстанда білмейін екенше. Оны да білмеймін ше. Бір алтын бар екен тек.
бірақ қана алтын ба ма ауыр ғой Time журналы бойынша 2001 жылғы жыл адамы кім? жылы ма 2021 жыл деген. 2021 Илон Маск Дұрыс, Илон Маск. дұрыс па Илон Маск па Жердің үш өлшемді үлгісі қалай аталады? 3D модель ғой иә Иә. үш өлшемді. Бізде мектепте Глобус па Иә, аха глобус. все иә Ең биік ғимарат Бурдж Халифа қайда? неде Абу Дабиде иә Дубайда. Дубайда иә ойбай ақш-тың ең үлкен штаты. Техас па Жоқ. Вашингтонның оны да білмедім иә Аляска. Аляска ма Аляска дәу ма не COVID-19 ең бірінші қай қалада анықталды? Қытайда қазір айтамын Ухань ба Дұрыс, иә Ухань иә Гренландия аралы қай елге қарайды? Яғни қай елдің автономиясы? Данияға Дұрыс. Данияға